Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Алдыңғы тақырыпта сендермен дыбыстар мен әріптер тақырыбын өттік. Олай болса сол тақырыптарды бір қайталап өтейік. Балалар, дыбыс неден құралады екен? Сөз дыбыстан құралады екен. Дыбыстарды айтамыз және естиміз. Дыбыстарды жазуда әріппен таңбалайды екенбіз. Әріппен таңбалау деген, яғни дыбыстарды біз әріппен жазамыз деп тұр. Балалар, әріпті біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, көреміз және жазамыз. Және дыбыстардың өзі екіге бөлінеді. Олар дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар болып. Балалар, дауыссыз дыбыс дегеніміз не екен? Дұрыс айтасыңдар, дауысты дыбыс дегеніміз айтылуына қарай өкпеден шыққан ауа өзгеріске ұшырамайтын болса, ол дауысты дыбыс деп аталады екен. Міне қарайықшы. А әріпін біз барынша созып айтыламыз. Себебі ол кедергіге ұшырамайды. Қане дауысты дыбыстарды қайталап шығайықшы. А, ә, е, о, ү, о, и, у. Дұрыс айтасыңдар. Енді дауыссыз дыбыс дегеніміз не екен? Дауыссыз дыбыс дегеніміз айтылуына қарай өкпеден шыққан ауа кедергіге ұшырайтын болса, ол дауыссыз дыбыс деп аталады екен. Ал енді дауыссыз дыбыстарды қайталайық. В дыбысын балалар сияқты соза аламыз ба? Жоқ, соза алмайды екенбіз. В, Г, Г, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ч, У. Осылай дауыссыз дыбыстар кедергіге ұшырап шығады екен. Енді балалар 7-ші сабаққа назар аударамыз. 7-ші сабағымыз дауысты және дауыссыз дыбыстар. Сендерді ол дыбыстармен таныстырып шықтым. Енді бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Міржақып Дулатов. Қыс. Өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды да көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып, бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады, жылы киім киеді. Балалар, мәтінде бапсыз деген сөз кездесті. Бапсыз деген сөз жайсыз, қолайсыз деген мағынаны білдіреді екен. Қыста, орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Оның себебі не деп ойлайсың? Қыста, орманда, өзенде, көлде қар жауып күн суығандықтан бетін мұз басады екен. Барлығымыз балалар да, үлкендер де жылы киініп, үйімізге от жағады екен. Ал жануарларға келетін болсақ, қыста орман суық болады. Жануарлар азығын таба алмай қиналады. Сондықтан көптеген жануарлар қыста ұйқыға кетеді. Аю апанында, борсық пен кірпі де ұйқыға кететін жануарлар. Және қоян ағаш бұтасын кеміреді. Қасқыр мен түлкіге келетін болсақ, олар жемін жортып жүріп табады. Қысайы адамдар мен жануарлар үшін кішкене қолайсыздық тудырады екен. Енді олай болса, екінші жаттығуымызға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз. Яғни, сөздерге қарап, қай әріптер түсіп қалған, соларды қоямыз. Өзен, күндіз, қысты күні, киім деген сөздер шықты. Енді дыбыстардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықтап, астарын сызамыз. Енді үшінші жаттығуға назар аударамыз. Сурет бойынша сөз жұмбақты шеш.
бізге суретті сөз жұмбақ беріліпті, соны орындайық. Бірінші тұрған қандай жануар? Бірінші тұрған қоян. Екінші суретке қарайықшы. Шырша, дұрыс. Үшінші суретте ол қандай құс? Сауысқан деген құс екен. Сонда бізде жасырынған сөз? Суретті сөз жұмбағымызда қыс деген сөз жасырынған екен. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.